Сәлеметсіздер ме балалар? Менің көңіл күйім қалай қуанатыныңды, ыза болатыныңды, қорқатыныңды, шаршағаныңды көрсет. Қазақтың ұлттық ойындары 5 түрге бөлінеді. Олар аңға байланысты, малға байланысты, түрлі заттармен ойналатын, зеректік, ептілік пен икемділік қажет ететін. Соңғы кезде қалыптасқан ойындар. Сөйлеу барысында иллюстрациялар, көрнекіліктер, фотосуреттер қолдану, презентация, видеоролик жасау. Суреттегі ойын атауларын атаңдар. Қай ұлттық ойындардан спорттық жарысы өткізіледі? Сурет бойынша ұлттық ойынның түрлерін атап шығыңыздар балалар. Сабақтың тақырыбы мен мақсатына болжам жасаңыздар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ұлттық ойындарымыз орамал тастау. Әдебиеттік оқу 4-ші сынып 31-ші сабақ. Оқу мақсаттары: сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, өлең жолдарын, нақыл сөздерді, шешендік сөздерді және вербалды емес тілдік құралдарды қолдану. Сөйлеу барысында иллюстрациялар, көрнекіліктер, фотосуреттер қолдану, презентация жасау. Сабақтың мақсаты: ұлттық ойындардың түрімен танысу, сөйлеу барысында көркемдегіш құралдарды қолдану, мәтіндегі іс-әрекеттерді ишарамен түсіндіру, шығармашылық жұмыстарын түрлі формада ұсыну. Асық ойнап көрдің бе? Асық атауларын білесің бе? Асық атаулары: сақа, ұсақ асықтарды ату үшін таңдалған, қорғасын құйылған салмақты ірі асық. Топай, сиырдың асығы. Кеней, ұпайға тігілетін кішкентай асық. Ешкімер, ешкінің асығы. Қойлақ, қойдың асығы. Асықтың түсуіне қарай атауы: алшы, тәйке, шек, бүк, оңға, шоңға. Асық ойынының атаулары: омпы, үштабан, хан, бүк, қақпақыл, шік. Түйілген орамал ұлттық ойыны. Ойынға жасөспірімдер қатысады. Ойын жүргізу үшін ақ орамал керек. Орамалдың ортасынан түйеді. Ойынға қатынасушылар алаңға жиналады да шеңбер жасап айнала тұрады. Ойынды басқарушы тағайындалады. Басқарушы ортаға шығады да қолындағы орамалды кез келген бір ойыншыға тастайды. Сонан соң оны өзі қуады. Орамалды алған ойыншы дереу оны басқарушының қолына тигізбей басқа ойыншыға беріп үлгеруі керек. Сөйтіп ойыншылар орамалды бір-біріне өткізе береді. Орамалдан айырылып қалған ойыншы басқарушының орнына шығады. Немесе орамалды ұстап алған басқарушы өз орнына басқа біреуді тағайындайды. Өзі ойыншылардың қатарына қосылады. Ойын соңында орамалды ұстатпаған тез, тапқыр ойыншы атап өтіледі. Қолына орамал тиген ойыншы оны тек басқа ойыншыға жоғарыдан ғана лақтырып бере алады. Шеңберден шығуға болмайды. Ойын жылдамдықты, амал айланы қажет етеді. Ойын ережесімен танысып, 2 топ болып ойнап көріңдер. Орамал тастау. 2-ші түрі. Қатысушылар 2 топқа бөлінеді. Арасы бір-бірінен 10 адымдай жерде белгіленген 2 сызықтың бойына қарама-қарсы тұрады. Жүргізуші орамалдың 1-ші топтың шеткі ойыншысына ұстатады. Ол орамалды қарсы беттегі ойыншының біріне қарай лақтырып жібереді де «қа» деп дауыстайды. Қарсылас ойыншы орамалды қағып алып «ғаз» дейді, немесе «ла» дейді. Сонда екеуінің айтқандарынан бір сөз шығады. Ойынның шарты бойынша айтылатын сөз 2 буыннан аспауы керек. Орамалды қағып алған ойыншы тиісті сөзді айта алмай қалса, ортаға шығып өнер көрсетеді. Содан соң орамалды қарсы жаққа лақтырып, жұмбақ сөздің 1-ші буынын дауыстайды. Осылайша ойын жалғаса береді. Хан. Ойнаушылардың санын шек қойылмайды. Хан ойыны. Ойнаушылардың санына шек қойылмайды. Қатысушылар өзара келісім бойынша әрқайсысы 5-тен немесе 10-нан асық шығарады. Хан асық қызылға боялған. Кезекпен барлық асықты жинап алып, қос қолдап шашып тастап отырады. Кейде хан көп асықтың астына басылып көрінбей қалуы мүмкін. Мұндайда асықты иіруші ханды қара басты деп жариялайды. Сол сәтте ойыншылар асықтарды бас салып талап алады. Ал егер хан бөлек, ашық жатса, иірген бала ханмен басқа асықты ата бастайды. Мысалы, хан бүк түсте, онда ханмен бүк жатқан асықты, шік түсте, шік жатқан асықты ату керек. Ойын осылайша жалғаса береді. Ойынның шарты бойынша
хан мен асықты атқан кезде басқа асықтарды қорғауға болмайды. Сөйтіп кезек алған ойыншы ойын шартын бұзғанға дейін немесе хан мен ататын асық таусылғанға дейін атып ұтқан асықтарын жинап алады. Ортаға салынған асықтар таусылған соң ойнаушылар қайтадан асықтарын шығарып ойынды жалғастырады. Бұл ойын ептілік пен шапшаңдықты, байқағыштықты қажет етеді. Тапсырма: ойын шартын түсініп оқып, таныстырылым жаса. Бірінші топ: презентация жасау үшін орамал тастау ойын мағынасын ашатын суреттерді таңдап ал. Екінші топ: презентация жасау үшін хан ойынның мағынасын ашатын суретті таңдап ал. Үшінші топ: ойынның шартын оқы, ретімен орналастыр. Қарсылас ойыншы орамалды қағып алып, ғаз дейді немесе ла дейді. Сонда екеуінің айтқандарына қағаз, қала деген сөздер шығады. Жүргізуші қолында орамалын бірінші топтың шеткі ойыншысына ұстатады. Олар орамалды қарсы беттегі ойыншының біріне қарай лақтырып жібереді де қа деп дауыстайды. Қатысушылар екі топқа бөлінеді. Арасы бір-бірінен 10 адымдай жерде белгіленген екі сызықтың бойында қарама-қарсы тұрады. Яғни бұл жерде ойынның шарты берілген, шартын рет-ретімен орналастыру қажет. Дескриптор бейнеленген иллюстрацияға сәйкес таныстырым жасайды, 1 балл. Таныстырым кезінде әңгімелеудің құрылымдық бөліктерін сақтайды, 1 балл. Тыңдарманды қызықтыру үшін дауыс ырғағын, вербальды емес тілдік құралдарды қолданады, 1 балл. Үзіндіні оқып, мәтін бөлігін анықта. Қатысушылар тек екі топқа бөлінеді де, арасы 10 адымдай екі сызықтың бойына қарама-қарсы қатарласа тұрады. Жүргізуші қолындағы орамалын бірінші топтың шеткі ойыншысына береді. Ол өзінің қарсыласының біреуіне тастайды да қа деп дауыстайды. Қарсылас ойыншы орамалды қағып алып, ғаз дейді, болмаса ла дейді. Сонда қағаз, қала, тағы басқа мағынасы бар сөздер шығады. Ойынның шарты: дескриптор мәтіннің бөлігін анықтайды, 1 балмен бағаланады. Екінші тапсырма: мәтін бойынша қойылған интерпретациялық сұрақтарды тап. Ойын неліктен орамал тастау деп аталады. Дескриптор мәтіннің мағынасын түсініктеме беретін сұрақты анықтайды, 1 балмен бағаланады. Үшінші тапсырма: хан ойынның шарты ретімен орналастыр. Орындары ауысып келген екен, осыны рет-ретімен орналастыру керек. Ойнаушылардың санына шек қойылмайды. Ойынға қатысушылар өзара келісім бойынша әрқайсысы 5-тен немесе 10-нан ортаға асықтарын шығарады да, солардың ішіне біреуін хан сайлайды. Сосын кезекпен барлық асықты жинап алып, қос қолдап, үйре шашып тастап отырады. Сабақ барысында алған білімін қолдана алады, 1 балл. Ойынның шартын ретімен орналастырады, 1 балл. Төртінші тапсырма: мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарды анықта. Мысалы, хан бүк түссе, онда хан мен бүк жатқан асықты, шік түссе, шік жатқан асықты ату керек. Осылайша ойын жалғаса береді. Ойынның шарты бойынша хан мен асықты атқан кезде басқа асықтарды қоюға болмайды. Сөйтіп кезек алған ойыншы ойын шартын бұзғанға дейін немесе хан мен ататын асық болмай қалғанға дейін атып ұтқан асықтарын жинап алады. Ойында ең алдымен кімді сайлайды? Ойынның шарты қандай? Ойын неліктен хан деп аталады? Ойынның шарты қандай? Дескриптор сабақ барысында алған білімін қолдана алады, 1 балл. Мәтін мазмұнына сәйкес сұрақты анықтайды, 1 балл. Үй тапсырмасы: отбасындағы үлкендерден ойнаған ойындары туралы сұхбат алып, кесте түрінде жаз. Ойын атауы, ойын құралдары, ойын ережесі, ойынды кім ойнаған? Міне осы сауалдарға жауап беріп келесіздер балалар үйден. Сабақтың соңы: 1 қадам алға әдісі. Нұсқаулық: мұғалім бүгінгі өтілген материалдар бойынша сұрақтар қояды. Егер жауап дұрыс болса, 1 қадам алға жылжиды. Егер қате болса, 1 қадам артқа шегінеді. Мұғалімнің столына жеткенше бірнеше сұрақ қойылады. Яғни балалар 1 қадам алға әдісі арқылы сабағымызды қорытындылаймыз. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.